Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Біз әлі шыққан жоқпыз, осындамыз. Мен түрімді ұмытып қалмадыңыздар ма? Телефонға қолым әзер жететін болған қыз. Осылай біздің күніміз, таңымыз атып, күніміз батуда. Бұйырса бір-екі күнде шығып қалармыз. Всем доброе утро. Білем, түрім кетіп қойған. Бүгін менде демалыс, ертең менде демалыс. В понедельник у меня новый кастинг. Бүгін на душе бір демалып алайыншы деп отырмын. Еще бассейнге барамыз ба, қыздармен деп жатырмын. Ертең Құдай қаласа домикке барамыз деп ойлап жатырмын, енді не знаю точно. Сіздерде қалай бәрі? Жақсы ма? Сообщенияларыңызды оқып жатырмын. Маған көп қуанып жатқан көп екен. Мен үшін қуанып жатқан. Рахмет сіздерге көп. Енді мен негізі уже немен кіріп кеткен ба, қаныма сынып кеткен ба, сағат 8:30-да оянып кете беремін. Бүгін ұйқымды қандырам ба деп ойлаған едім. 8:30-да тұрып алдым. Сонымен жаттым төсегімде. Енді қыздармен тұрып тамақ ішейін деп жатыр. Басқа қыздар тұрғанша күттім соларды. Менде бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Сол. Қалайсыздар? Біз бүгін шомылуға барамыз. Көзім не тұрып қалды? Мен кірпік тұрып көзіме не тұрып қалды? Ештеңе жоқ. Тұрып қалды? Просто қисық тұр. Да? Бүгін шомылуға барамыз, кстати. Қазір бургерлер алып аламыз. Қонайт? Иә. Қапшағай емес пе не ол? Бұрынғы аты ғой Қапшағай. Қазір Дінмұхаммед Қонаевтың атына қойған. Короче, привет всем. Я сегодня кішігірім Қырғызстанға имеется в виду Чубойдағы Сықкөлге келудің кішкентай бір жолын айтып жіберейін. Тез. Біз Алматыдан границаға дейін, Бішкекке дейін примерно таксимен келдік, 5000 теңгеден. А потом Бішкектен Балықшыға дейін 500 соммен келдік. 500 сом это примерно 2700 теңгедей. Енді біз Балықшыдан қайттан ары Чубойдағы бар жатырмыз. И здесь уже по 400 сом за человека. Ол примерно сол 2000 теңгедей болады. На обратном пути я не знаю. И осы уақыт аралығында біздің тамағымызға ешқандай ақша кеткен жоқ. Біз өйткені ешқайда барып тамақ ішкен жоқпыз. Бізді күтіп алды, қарсы алды, тамақ пісіріп, соның арқасында біз еще много не потратились. Бірақ енді біздің растратамыздың началосы примерно чемпионатта басталатын сияқты. Бірақ көреміз енді, да? К этому у нас настроения нету, да? Что мы будем тратиться? Потом айтпақшы, біз еще кеше базарға бардық. Базарлары, честно сказать, не отличаются от наших базаров, потому что цены такие же, в принципе, качество и получше. И единственное, что мы нашли, что я себе купила, это лосины для спорта и кепку. В этом курсе жатармын, наверное. Кепку купила за 2000 примерно, за 500 сомов. Лосины за 2700 тысяч тенге примерно. Так вот. Поэтому как-то они отличаются. Лучше базардан Алпшири, Алмата. Или же, наверное, заказывать с Китая. Я вот думаю, может быть, самой начать заказывать и потом продавать. Найти такие доступные цены, чтобы не было дорого, но и качественно.